Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге лағманның қамырын дайындау туралы видео ұсынбақпын. Өте дәмді болып дайындалатын тағамның түрі лағманның қамырын дайындау үшін бізге алдымен 600-700 граммдай ұн, 1 стакан суымыз, 3 жұмыртқа және 1 ас қасық тұз қажет болады. Алдымен ұнымызды електен өткізіп аламыз. Ұнымызды електен өткізіп алғаннан кейін қамырымызды дайындауға кірісеміз. Тұзды суға қосып, жақсылап араластырып аламыз. 3 жұмыртқамызды ұнымызға қосып, алғаннан соң ұнымызды елейтін боламыз. Дәл осы тұста ескерте кететін жайт, суымызды ұнға аз мөлшерде қосып отырып илейміз. Ұнымыз қатты да болып шықпауы тиіс, яғни қамырымыз, немесе өте жұмсақ та болып кетпеу керек. Жақсылап араластырып отырып, суымызды аз мөлшерде қосып отырып, ұнымызды илеп шығамыз. Достар, егер де менің осы видеомды көріп отырған болсаңыздар, менің арнама тіркеліп, лайк басып және комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Осы арқылы менің видеоларымның басқа да жандарға көрініп, YouTube-та таралуына себепші боласыздар. Ұнымызды елеп болдық. Осындай жұмсақтықтағы ұн шықты. Енді бетін жауып, жарты сағатқа бұқтырып қоямыз. Жарты сағаттан соң ұнымызды алып, жақсылап ұнымызды жазатын, яғни лағманымыздың қамырын созатын жерімізді майлап аламыз. Ұнды өзімізге ыңғайлы етіп бірнеше бөліктерге бөлеміз. Мен 4 бөлікке бөліп алдым. Осылай пласттар дайындап аламыз 4 бөлігімізден. Яғни бізге лағманның ұнын созу үшін ыңғайлы болу керек. Ұнмен жұмыс істеген кезде майды пайдаланамыз. Ол біздің ұнымыздың жұмсаруына көмектеседі, және де суға қайнатқан кезімізде бір-біріне жабысып қалмауына да көмек болады. Осылай 4 бөлікке бөліп, барлығын майлап, пласттарымды жасап алдым. Осылай 4 бөлікке бөліп орап, майлап, тағы да 10 минутқа қалдырсаңыздар болады. 10 минут өткеннен кейін лағманның ұнын созып бастаймыз. Видеода көрсетілгендей, екі қолдың көмегімен лағманның ұнын созуға кірісеміз. Әрбір созылған ұнымызды дөңгелектеп орап, майлап, қайтадан қойып отырамыз. Дөңгелектеп орап қойғанымыз ары қарай жұмсарып, бізге созылуға ыңғайлы бола береді. Енді барлығын бірге орап, тура видеода көрсетілгендей, бірге барлығын тағы да 5-10 минутқа қалдырып майлап қоямыз. Осылай ұнымызды ары қарай жұмсартып алғаннан кейін, әрқайсысын бөлек-бөлек алып, қайтадан созуға кірісеміз. Осылай барынша жіңішкергенше бірнеше этаптан тұратын лағманымызды созуды жалғастырамыз.
лағманның ұнын барынша жіңішке қылып жасаған дұрыс, себебі ол суға салып қайнатқан кезде тағы да ісінеді. Сол себептен де шамаларыңыз жеткенше жіңішкертіп жасауға тырысыңыздар. Мен видеода барлық процесті толық сіздерге түсінікті болу үшін көрсетуге тырыстым. Ең соңғы этапқа да келіп жеттік. Осылай барынша жіңішкертіп созып алғаннан кейін, қазір қолымызға барлық лағманды жинап, тура видеода көрсетілгендей созып, үстелдің үстіне ұрғылайтын боламыз. Осы арқылы да лағманды барынша жіңішкертіп созамыз. Тура видеодағыдай осылай ұрамыз. Енді қатты қайнап тұрған суымызға ұнымызды бірден салып жібереміз де, шанышқының көмегімен ұнымыздың арасын ашамыз. Міндетті түрде ұнымыз бір-біріне жабысып қалмау үшін. Ұнды шамамен 7-8 минут қайнатсаңыздар жеткілікті. Одан артық қайнатып керек емес. Қайнатып болғаннан кейін міндетті түрде суық суға түсіріп аламыз ұнды. Суық судан алып, лағманымызға, табағымызға салып алғаннан кейін үстіне май құйып жақсылап араластырамыз. Май ұнымызға жылтырлық береді. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін көп алғыс. Сіздермен болған Эльмира. Арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар.